Ақшаны көбейтудің бірнеше жолы бар. Сіздердің көпшілігіңіз білетін ол депозит. Қазір депозит пен инвестицияны салыстырып отырып түсіндіремін, неге инвестицияда салу, ақшаны акцияларға салу өте күшті мүмкіндік болады. Соны қазір есептеп түсіндіретін боламын сіздерге мысал ретінде. Мысал үшін мына жаққа мен депозитті жазайын. Банктегі кәдімгі депозит, мына жаққа инвестицияны жазайын. Инвестиция. Қараңыздар, бастапқы сумаға сізде 70 мың теңге бар деп есептейік. Екеуіне де 70 мың теңге бар. $70,000 теңгеңіз бар. Енді қараңыз, депозитті білмеймін, сіз қай банкке саласыз, мүмкін Каспийге саласыз, мүмкін Жилстройға саласыз, банктер көп қой. Және бір рет салғаннан кейін сіз не істейсіз? Ай сайын оған ақша құйып отырасыз. Яғни мынау бірінші алғашқы жарна болса, алғашқы салған жарна, екіншісі ай сайынғы төлем. Ай сайынғы төлем. 20 мың теңге деп алайық. 20 мың теңгеге инвестиция жасауға барлығының шамасы келеді қазіргі заманда. 20 мың теңгеден инвестиция жасауға шешім қабылдадыңыз ай сайын. Примерно алайық 3 жылға. 3 жыл дегеніміз 36 ай. 36 айға. Яғни сіз әр ай сайын 20 мың теңге құйып отырсыз. Депозитке де инвестицияға құйып отырсыз. Енді 3 айдан кейінгі нәтиже қалай шығады? Мына жерде де дәл сондай 3 ай. Нәтиже қалай шығады? Қараңыздар. Депозит максимум 15% қосып береді. 15%. Ставкасы 15% депозиттің. Енді 70 мың теңгеден бір рет салып, одан кейін ай сайын 20 мың теңгеден құйып отырған кезде 3 жылда сіз примерно 908.500 теңге табасыз. 500 теңге табасыз. Және бұл суммаға бір годовой премия қосып беру мүмкін. Примерно годовой премиямен қосқан кезде, жуықтап алған кезде 1 миллион шықсын деп есептейік. Сіз теңгемен салып жатырсыз. Миллион теңге сізде не болды? 3 жыл 1 миллион теңге жинадыңыз депозитпен. Енді қараңыз, 1 миллион теңгені долларға қазіргі курспен шаққан кезде бұл примерно $2,000. Яғни сіз 3 жыл жинап, нәтижесінде $2,000 пайда таптыңыз. Мынау уже конечная сумма. Енді инвестицияға салған кезде, қараңыздар, инвестицияға салған кезде сіз 70 мың теңгеге долларға аударып бір акция сатып аласыз. Мысал үшін 70 мың теңге қазіргі суммамен есептесек $140 болады. $140. Тең $140. $140 сіз акциялардың бағасы $1 басталады. Яғни $1 жоғары кете береді. Орташа бағаны алайық, примерно $35. 140-қа қанша штук келеді? 4 штук келеді. 4 штук акция сатып алдыңыз. Яғни 4 штук $35 бір компанияның акциясын сатып алдыңыз. Анализ жасап, акциясын сатып алдыңыз $35. 4 штук келді 140-қа. Енді ай сайын 20 мың теңге құйып отырасыз. Ай сайын 20 мың теңге. Қараңыз, компанияның бағасы, акциясының бағасы бүгін $35 болуы мүмкін, ертең $36 болуы мүмкін. Одан кейінгі күні төмен түсуі мүмкін, немесе көтерілуі мүмкін. Бірақ ол жылдар бойы тек қана көтеріледі. Сонда біз ай сайын осы 20 мың теңгеден құйған жағдайда біз оны долларға айналдырып қоямыз. Яғни $35-ның бір штуктан алатын болсақ, 17 мың бірдеңе болады. 18 мың жуықтап алғанда 18 мың теңгеден бастаймыз біз. Бір ай 18 мың құйдық, екінші айда 19 мың құйдық, үшінші айда 20 мың құйдық деген сияқты. Яғни әр ай сайын бір штуктан акцияны қосып отырамыз. 3 жыл бойы, мына 36 ай бойы не істейміз? Әр акцияны үстіне қосып отырамыз. Бізге басқа компания керек емес. Осы бір компанияның акциясын қайта-қайта не істейміз? Әр ай сайын бір штугын сатып ала береміз. Сонда бізде нәтижесінде 3 жылда қанша акция болады? 3 жылда 40 штук акция болады екен. Әр ай сайын сатып алған кезде 36 ай ғой. 36 айда 36 штук и плюс на 4 штугымыз бар, сонда 40 штук болады. 40 штук акция сіз 35
примерно жуықтап алғанда 37-38 доллардан сатып алдыңыз. Потому что ол орташа бағасы шығады математикалық түрде. 37 доллардан сатып алдыңыз. Бірақ сатқан кезде сіз оны 3 жылдан кейін ол акцияның бағасы бір минимум 70 доллар болуы мүмкін. Яғни 3 жыл бойы компания өседі және оның акциясы да өседі. Сонда сіз 70 долларға сатсаңыз, 43 штук акцияны 70 долларға сатсаңыз, 2800 доллар табыс аласыз. 70 доллар. Яғни компанияның акциясы 3 жылда бір 2-ақ есе өскен кезде. Ол компания, кейбір компаниялар болады, жақсы фундаментальный анализі жақсы болса, компанияның қазіргі мысалы үшін искусственный интеллектке байланысты компания болса, ол 3 жылда ол одан да көбірек өсіп кетуі мүмкін. Мысалы үшін 3 есе, 4 есе деген сияқты. Давайте 3 есесін есептеп көрейік. Қатты жоғары секірмей қояйық, розовый очки киіп, 3 есе өсті. 100 доллар деп ала берейік. 105 доллар болады, 3 есесі. 100 доллардан алғанда бізде уже 4000 доллар болады. 4000 доллар болады. Қараңыздар, енді дәл сондай нәрсе. Сол бір сума салдық бастапқы жарына, ай сайын сол бір сума болды. Мына жерде примерно 21-22 мың теңге деп өзгеру мүмкін. Бірақ 1000-2000 мың теңге көп адамға разница ойнамайды деп ойлаймын. Ол сол суманы бәрібір құрт тастаймыз, иә? Сонда қараңыздар. Сіз 3 жылда депозитке салсаңыз 2000 доллар ғана пайда аласыз. Ал егер сіз инвестицияға салсаңыз, дәл сондай нәрсені просто сізге бастапқы уақытта инвестицияға анализ жасауға уақыт кетеді. Бір 2-3 сағат уақытыңыз кететін шығар ары кетсе. Сонда сіз 3 жылда не істейсіз? Кем дегенде 2800 доллар табыс табасыз. Көп десеңіз, ол 4000 доллар немесе одан да көп болып кетуі мүмкін. Себебі менде бір компанияны білем, бір жылда 60 доллардан 450 долларға дейін өскен компания. Яғни нарықта ондай мүмкіндіктер өте көп. Сондықтан инвестицияға қош келдіңіздер. Инвестор болып ары қарай бірге жұмыс жасаймыз. Сәттілік.